Бәріне сәлем, бұл видеода біз жастық тісін тігуді үйренетін боламыз. Ол үшін бізге үйдегі жастықтың көлемін өлшеп алу қажет болады. Менде 50-70 сантиметрлік жастық. Енді осыған мата шығынын есептейік. Ол үшін біз жастықтың мына ұзындығын 2 еселейміз. Яғни тағы да 70 сантиметр қосамыз. Жастықтың тысынан жастық шығып көрініп тұрмас үшін 30 сантиметр қайыруға береміз. Және екі жағынан 2,5 сантиметр тігіске қосымша береміз. Екі жарым және мына жағынан да 2,5 сантиметр тігіске қосымша береміз. Және еніне 5 сантиметр қосымша береміз. Енді есептейік. 50-70 көлеміндегі жастыққа бізге ені 50 және 5. 55 ұзындығы 2,5 қосылған 70 қосылған 70 қосылған 30 қосылған 2,5. Ол дегеніміз 175 сантиметр деген сөз. Осындай көлемдегі матаның бөлігін қазір қиып аламыз және тігеміз. Мынау біздің жастықтың тысына арналған мата деп есептейік. Матаның қысқа енін бірінші 1, содан кейін тағы 1 сантиметрге қайырып, шетіне 1 мм жеткізбей тігіп аламыз. Екі жағын солай тігіп шығамыз. Екі қысқа енін осылай тігіп алғаннан кейін бағанағы 30 сантиметрге осылай ішке бүктейміз. Түйреп аламыз. Осылай түйреп алғаннан кейін екінші бөлікті үстіне осылай жатқызамыз. Бағанағы түйрелген жерді мінекей осылай қайтадан түйреміз. Оң жағынан шетіне 5 мм жеткізбей екі жағын тігіп шығамыз. Шетіне 5 мм жеткізбей тігіп алғаннан кейін жастық тысын теріс қаратамыз. Енді ұзындығынан шетіне 1 см жеткізбей тігіп шығамыз. Жастық тысын толықтай бір үтіктейміз. Мінекей осымен біздің жастық тысымыз дайын. Ішінен де сыртынан да бүкіл тігіс жабылған, өте сапалы әрі өте жылдам тігіледі. Сіз де міндетті түрде тігіп көріңіз. Видео пайдалы болса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Гүлхан.